Сәлем достар, сонымен синустар теоремасы. АБЦ үшбұрышы берілген. Төбелерін АБЦ деп қоямыз, қабырғаларын кіші әріптермен АБЦ деп белгілеп қоятын болсақ, синустар теоремасы мынандай теңдеу. А қабырғасын оған қарсы жатқан бұрышына бөлеміз. Б қабырғасын оған қарсы бұрышына бөлеміз, синусына, және С қабырғасында тура солай қарсы жатқан бұрышының синусына бөлеміз. Сонда мынандай теңдік орын алады. Және қосымша мынандай ақпарат, егер осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер болатын болса, ол шеңбердің екі еселенген радиусына тең болады екен. Мына синустар теңдеуі. Сонымен бір мысал қарастырып көрейік. АБЦ үшбұрышында БАЦ бұрышы 30 градусқа тең, БЦА бұрышы 45 градусқа тең, және БЦ қабырғасы 6 см. АБ-ның ұзындығын табыңыз. Ол мынандай үшбұрыш АБЦ. Берілгендей БАЦ бұрышы 30 градус, БЦА бұрышы 45 градус, БЦ қабырғасы мынау 6 см, және біздер мына АБ қабырғасын табуымыз керек. Осы белгісіз қабырғасын X деп қояйық. Сонымен синустар теоремасы бойынша А қабырғасын оған қарсы жатқан 30 градус, синус 30 градусына бөлеміз, және X белгісіз X қабырғасын оған қарсы жатқан 45 градус, және синус 45 градус деп мына жерге жазып қояйық. Синус 30 градус ол 2-ден 1-ге тең. 6 бөлінген 2-ден 1 дейміз, тең X бөлінген синус 45 градус ол түбірасты бөлінген 2. Енді теңдіктің екі жағында да бөлімдерінде 2 деп тұр. Оларды біздер қысқартып жіберсек, 6 бөлінген 1 қалады, ал мына жақта X бөлінген түбірасты 2 қалады. Енді бұл жерде теңдік пропорция пайда болды. X-ті 1-ге көбейтсек X болады, ал 6-ны түбірасты 2-ге көбейтсек 6 түбірасты 2 болады. Сонымен мына қабырғамыз, АБ қабырғамыз 6 түбірасты 2 тең екен. Осылай шығады достар, синустар теоремасы арқылы. Келесі есеп достар, АБЦ үшбұрышында АБ қабырғасы 10 түбірасты 3-ге тең, БЦ қабырғасы 10 түбірасты 2-ге тең, және БЦА бұрышы 60 градус. Онда БАЦ бұрышы несіге тең дейді. Үшбұрыш, АБ қабырғасы 10 түбірасты 3, БЦ қабырғасы 10 түбірасты 2, С бұрышы 60 градус, және бізге табу керек БАЦ бұрышы X деп қояйық оны. Синустар теоремасы 10 түбірасты 2-ні синус X-қа бөлеміз. Синус X тең 10 түбірасты 3-ті синус 60-қа бөлеміз. Ары қарай, бұл жерде біздер енді пропорция арқылы синус X-ті шығарып алайық. Синус X тең болады. Ол үшін біздер мына қарама-қарсы сандарды. Бұл жерде айтпақшы достар, мына теңдіктің екі жағында да 10 деген сандарды қысқартып жіберсек болады. Ал мында екеуінде де 10-дар тұр, оларды қысқартып жіберейік. Ары қарай, енді синус 60-ты түбірасты 2-ге көбейтеміз. Бөлеміз түбірасты 3-ке. Синус 60 градус ол түбірасты 3 бөлінген 2, көбейтілген түбірасты 2, бөлеміз түбірасты 3-ке. Ал мында түбірасты 3 бөлімінде түбірасты 3 олар қысқарып кетеді. Сонда не қалды? Синус X тең болады түбірасты 2 бөлінген 2. Ал синустың қандай бұрышы түбірасты 2 бөлінген 2-ні береді бізге? Ол 45 градус. Сонда мына А бұрышымыз бізде 45 градусқа тең екен. Келесі есеп достар, АБЦ үшбұрышында түбірасты АБЦ үшбұрышында АБЦ үшбұрышы 135 градусқа тең, БАЦ бұрышы 30 градусқа тең, және БЦ қабырғасы 1 см болса, АЦ неше сантиметр? АЦ-ның ұзындығын табыңыз дейді. Үшбұрышты осылай салып аламыз. А бұрышы 30 градус, Б бұрышы 135, және бізге табу керек мына АЦ-ның ұзындығын. Олай болатын болса, синустар теоремасы бойынша X-ті қарама-қарсы 135 градусқа бөлеміз. Синус 135 градус дейміз. Тең 1-ді синус 30 градусқа бөлеміз. Ары қарай X-ті табу үшін
синус 135 градусты бірге көбейтсек, ол синус 135 градус болады. Және бөлеміз синус 30 градусқа. Енді бұл жерде синус 135 градус дегенді біздер синус 90 қосылған 45 деп жазып аламыз. Ал синус 30-ды бірден мына жерге 2-ден 1 деп жаза салайық. Ары қарай x. Енді бұл жерде келтіру формуласы 90 қосылған 45, ол косинус 45 болып кетеді бізде. Косинус 45, екінші ширек, ол жерде синус таңбасы оң сан. Сондықтан косинус 45 болып қала береді. Ал 2-ге бөлген кезде, 2-ден 1-ге бөлген кезде 2 алымына кетеді. Сондықтан мына жерде бірден 2 деп жазып қойсақ болады. Тең 2 көбейтілген косинус 45 градус, ол түбірасты 2 бөлінген 2. 2 мен 2 қысқарады, сонымен x тең түбірасты 2. АС қабырғасы түбірасты 2-ге тең. Осылай. Келесі есеп. Үшбұрыштың ұзындығы 5 түбірасты 3 метр. Болатын қабырғасымен іргелес бұрыштары 45 және 75 градус. Осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын анықтаңдар дейді. Үшбұрыштың ұзындығы 5 түбірасты 3 метр болатын қабырғасымен. Мына қабырғасы 5 түбірасты 3 болсын бізде. Омен іргелес жатқан 45 және 75 градус бұрыштар. 45 градус болсын мына бұрышы 75 градус болсын. Осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын, сырттай сызылған шеңбер және оның радиусын табыңыз дейді. Бірден мына жерге жазып қояйықшы. Мына бұрышы бізде қанша болады? 45-ке 75-ті қосамыз. 120 болады. 120. Онда одан қалған, яғни 180-нен азайтамыз 120-ны, тең болады 60 градус. Мынау бізде 60 градус болады. Радиустар болатын болса, біздер мына жерде мына центрден мынандай радиус және мынандай радиус жүргізіп қойып, сонда бізде ОАБ деген мынандай үшбұрыш пайда болады. Мынау С төбесі болсын. Сосын үшбұрыштың ішінде центрлік бұрыш және ішкі бұрыш деген ішкі бұрыш болады. Ішкі бұрыш центрлік бұрыштан 2 есе үлкен. АЦБ ол тең болады, 2 еселенген АЦБ ол тең болады АОБ. АОБ үшбұрышына. Мынау бізде центрлік бұрыш. Мынау ішкі бұрыш. Осы ішкі бұрыш 60 градус болса, центрлік бұрыш 120 градус болады. Олай болатын болса, мынау бізде радиус, мынау бізде радиус. Радиустар тең беріліш бұрыш пайда болды. АОБ бізде тең беріліш бұрыш. Осы жерден біздер енді радиустарын тауып алуымыз керек. Ол үшін мына бұрыш енді ішкі бұрыш қой. Мына бұрыш бізде 30 градус болады. Мынау да бізде ішкі 30 градус болады. Өйткені бұл жерде бізде тең беріліш бұрыш пайда болды. АОБ деген тең беріліш бұрыш. Тең беріліш бұрышта табанына іргелес жатқан бұрыштары тең және 30 градустан болады. Енді синустар теоремасын қолданатын болса, радиус бөлінген, мысалы, мына радиусты, мына қабырғаны аламыз да, радиусты, оған қарсы жатқан бұрыш синус 30 градус болады. Және АБ қабырғасын аламыз да, яғни 5 түбірасты 3-ті. Оны оған қарсы жатқан синус 120 градусқа бөлеміз. Сонда не болды? R-ді табу үшін алдымен қазір синус 30 градусты 2-ден 1 деп жазып алайық. Тең 5 түбірасты 3 деп жазып алайық. Және синус 120-ны мына жерге бөлек шығара салайықшы. Синус 120 дегенді біздер 90 градус қосылған 30 градус деп бөлек жазайық. Бұл жерде синус косинусқа айналып кетеді. Косинус 30 градус болады. Екінші ширекте синустың мәні оң болады. Сондықтан косинус 30 градус ол түбірасты 3 бөлінген 2. Мына жерге бірден жаза салайық. Түбірасты 3 бөлінген 2 деп. Тағы да теңдіктің екі жағында да бөлімінде екілер бар, оларды қысқартып жібереміз. Және түбірасты 3 пен түбірасты 3 қысқарады.
r-ді 1-ге бөлсек r-дің өзі болады. Сонымен жауап радиус 5-ке тең екен, достар. Келесі есеп, төбесі 120 градус болатын тең бүйірлі үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы 8 түбірасты 3 сантиметрге тең болса, үшбұрыштың қабырғаларын табыңыз. Центр О, төбесі 120 градус болатын тең бүйірлі үшбұрыш, яғни мына қабырғаға тең, және мынау 120 градус бізде. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы 8 түбірасты 3-ке тең болса, үшбұрыштың қабырғасын табыңыз. Жақсы. Мына жерге біздер қазір радиус жүргізейік, және мына жерге де бүйтіп радиус жүргізе салайықшы. Осы бізде 8 түбірасты 3-ке тең. Радиустар 8 түбірасты 3-ке тең. Мына жасыл үшбұрыштың қабырғаларын табуымыз керек. Алдымен АОЦ және АБЦ деген мына екі үшбұрыш өзара тең екенін көрсетейікші. Алдымен АБЦ бізге тең бүйірлі үшбұрышта берілген ғой. Онда мына жерде мына табандар келе жатқан екі бұрыш өзара тең. Сосын кез келген шеңбердің ішінде бұрыш сызылған болса, ол бұрыш ішкі бұрыш болып есептелінеді, және ол центрлік бұрыштан 2 есе кіші. Мынау центрлік бұрыш болады. Мынау ішкі бұрыш болады. 120 градус ол бізде ішкі бұрыш. Ішкі бұрыш 240 болады бізде. 240. Центрлік бұрыш 240, ал ішкі бұрыш 120. Ал енді барлығы 360 градус болатын болса, онда мына бұрыш бізде 120 ғой. 120. Және бұл да бізде тең бүйірлі үшбұрыш. Өйткені мына радиус қой. 8 түбірасты 3, 8 түбірасты 3. Онда мына жердегі бұрышлары бізде 30 градустан болады. Мына жасыл үшбұрышымызда да АБЦ-да да бізде тура солай 30 және 30 болады. Онда екі үшбұрыш өзара тең. Онда қабырғалары да тең. Яғни мынау 8 түбірасты 3 АБ және БЦ қабырғалары да 8 түбірасты 3-ке тең болып тұр. Яғни үшбұрыштың екі қабырғасын таптық. Енді үшінші қабырғасы қалды, АЦ қабырғасы. Оны біздер X деп қояйық. Олай болатын болса, синустар теоремасын қолданатын болсақ, осы X бөлінген, оған қарсы жатқан бұрыш 120 градус, сондықтан синус 120 градус деп мына жерге жазамыз, тең. Мысалы, 8 түбірасты 3 мына қабырғасын аламыз да, оған қарсы жатқан 30 градус, сондықтан 8 түбірасты 3 бөлінген синус 30 градус дейміз да, синустар теоремасын арқылы осылай теңдікті жазып аламыз. Сонымен, алдыңғы есептерде де синус 120 градус дегенде біздер бірнеше рет жаздық. Ол синус 90 қосылған 30. Ол бізде косинус 30 градус болып кетеді. Және түбірасты 3 бөлінген 2 деп дайындап қояйық оны. Олай болатын болса, X бөлінген синус 120 градус, міне, түбірасты 3 бөлінген 2 тең 8 түбірасты 3 бөлінген синус 30, ол 2-ден 1. Теңдіктің екі жағында бөлімінде екілерді қысқартып жібереміз. X тең дейміз. Түбірасты 3-ті 8 түбірасты 3-ке көбейтеміз. Енді бұл пропорция арқылы шығарады, бұл бізде шығады. 8 түбірасты 3 көбейтілген түбірасты 3. Енді түбірасты 3-ті түбірасты 3-ке көбейтсеңдер, ол түбірасты 3-тің квадраты, яғни 3-дің өзі шығады. Сонда X тең 8 көбейтілген 3 тең 24. АЦ қабырғасы 24. Сөйтіп біздер барлық үшбұрыштың барлық қабырғаларын таптық. Тең бүйірлі үшбұрыш, қабырғасы 8 түбірасты 3, ал табаны 24-ке тең. Осылай, достар. Келесі есеп. Параллелограммның диагоналінің ұзындығы 20 см, ол параллелограмм қабырғаларымен 90 және 30 градус бұрыш жасайды. Осы параллелограммның қабырғаларын табыңыз. Жақсы. АБЦ деп белгілеп алайық. АБЦ-ді. Мына бұрыш 90 градус болсын. Олай болатын болса, мына бұрышта 90 градус болады. Параллелограммда қарама-қарсы ішкі бұрыштары, ішкі аяқшы бұрыштары тең ғой. 90 градус болса, яғни диагоналі қабырғаларымен 90 градус және 30 градус дейді. Мынау бізде 30 градус болады. Міне. Онда мынау да 30 градус болады бізде. Міне диагоналі 20. Сонда біздер параллелограммның қабырғаларын табуымыз керек. Мына қабырғасын А деп қояйықшы, мына қабырғасын Б деп қояйық. Сонда
Мына бұрыш неше болды? Үш бұрышты мына ДБЦ деген үш бұрышты қарастыратын болсақ, мынау бізде 90 дедік міне. Мынау 30 градус. Бұлай болатын болса, мынау 60 градус болады ғой. Онда синустар теоремасы бойынша 20-ны синус 60-қа бөлеміз. А қабырғасын синус 30-ға бөлеміз. Барлығында осылай бірдей шығады. Осы бір теңдік. Ары қарай 20 бөлінген түбір асты 3 бөлінген 2 тең болады А бөлінген синус 30, ол 2-ден 1. Теңдіктің екі жағында бөлімді екілерді қысқартып жібереміз. Сонда не қалды? А бөлінген А тең 20 бөлінген түбір асты 3. Иррационалдықтан құтылатын болсақ, теңдіктің бөлшектің алымында бөлімді түбір асты 3-ке көбейтеміз. Сонда 20 түбір асты 3 бөлінген 3 деп жазып қойсақ болады. Енді үшбұрышта біздер мына қабырғасын білеміз. 20 түбір асты 3 бөлінген 3. Бұл енді бізде ДБЦ деген тікбұрыш үшбұрыш қой. Мына катеті бар. БД катетін білеміз енді. БЦ катетін білеміз. Мына гипотенуза болып тұр ғой, мына тікбұрышты үшбұрышқа қарсы жатқандықтан. Пифагор теоремасымен де шығарсақ болады. Бірақ бізде тақырып синустар теоремасы болғандықтан екінші рет мына Б қабырғасын табу үшін екінші рет синустар теоремасын қолданамыз. Бұл сапары бізде былай болады. Б, мен олай сызып қояйын. Б бөлінген, міне Б қабырғасы оған қарсы жатқан 90 градус, сондықтан синус 90 градус дейміз. Тең. Ал енді кез келген қабырғасын ала салайық. Мысалы 20-ны аламыз да, тағы да. 20-ны аламыз да, оған қарсы жатқан 60 градус, сондықтан синус 60 градус дей салайық. Олай болатын болса, синус 90 градус ол 1 ғой. Б-ны 1-ге, мынау бізде 1-ге тең. Б-ны 1-ге бөлсеңдер, ол Б-ның өзі шығады. Ал мұнда 20 бөлінген синус 60 градус, ол түбір асты 3 бөлінген 2. 2 ал мына кетеді, 2 мен 2-ні көбейтсеңдер, 40 түбір асты 3 болады. Тағы да иррационалдықтан құтылайтын болсақ, онда алымында бөлімінде түбір асты 3-ке көбейтеміз, сонда 40 түбір асты 3 бөлінген 3 болады. Болды, сонда екінші қабырғасында таптық, 40 түбір асты 3 бөлінген 3 болады. Осылай достар. Үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы 3 түбір асты 2-ге тең болса, ұзындығы 6-ға тең қабырғасына қарсы жатқан бұрышты табыңыз дейді. Радиусымыз 3 түбір асты 2, ұзындығы 6-ға тең қабырғасына қарсы жатқан бұрышты табыңыз. Мына қабырғасын 6 деп қоя салайық. Радиус 3 түбір асты 2. Мына қабырғасын А деп қояйық. Достар, басында біздер синустар теоремасын жазатын кезде синус, мысалы А қабырғасын синус альфаға бөлеміз, Б қабырғасын синус беттаға бөлеміз, С қабырғасын синус гаммаға бөлеміз, және ол 2 радиусқа тең деп айтып едік. Сырттай сызылған шеңбердің радиусының 2 еселенгеніне тең деп. Сонда осы жерде қазір осы теореманы қолданып көрейік. Осы формуланы қолданып көрейік. Осы 6 қабырғасына қарсы жатқан бұрышты біздер мысалы альфа деп қояйық. Альфа дейтін болсақ, онда А бөлінген синус альфа тең болады 2 радиус деген теңдік шығады. Онда А-ның орнына 6-ны қоямыз, синус альфа дейміз, тең 2 көбейтілген радиус, яғни 3 түбір асты 2 болады. 6 бөлінген синус альфа тең болады 6 бөлінген түбір асты 2 бөлінген 1. Енді мына астында 1 бар ғой, бізде бұндай пропорцияға келтірейік, бізге оңай болу үшін. Екі жағында да алымында альфаларды қысқартамыз. Синус альфаны табу үшін синус альфа тең болады. Мына жерде 1 бар ғой, 1 мен 1-ді көбейтеміз. 1 бөлінген түбір асты 2. Немесе тағы да иррационалдықтан құтылу үшін алымын бөлімінде түбір асты 2-ге көбейтеміз. Сонда түбір асты 2 бөлінген 2 болады. Ал енді синустың қандай бұрышы түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең? Әрине, ол 45 градус. Оған қарсы жатқан бұрыш міне 45 градус екен достар. Достар, осыған ұқсаған есептер көп болсын десеңдер, Instagram парақшамызға тіркеліп, YouTube каналымызға жазылып қойыңдар.